Видео выходит при поддержке титульного партнера чемпионата, кубка, суперкубка и сборной Казахстана компании Олимбет. Спасибо, Олимбет, что поддерживаете футзал Казахстан и футзал в Казахстане. Бауыржан Өмірбаев ойнап жатыр. Жастан Тұрғанбек 10-шы, Расул Қарбаев 11-шы, Гилерме 12-шы нөмірде. Ордабас командасына жақсы мүмкіндік бар. Және қақпаға соққы қазір 77-шы нөмірдегі Нұрабек Қабылбаев жылдам гол салды екінші таймның басында. Есеп 1-0 Ордабасы командасы алға шықты. Нұрабек Қабылбаев Ордабасы командасын алға шығарып отыр. Тамаша комбинация. Және мінеке, бұл жолы Антон Селезнев командасын құтқара алмады. Жоната, жақта Габриэль ашық тұр. Сонымен Габриэль тебеді. Жақсы соққы, қазір негізгі уақыттың аяқталуына 7,5 минут қалғанда 97-ші нөмірдегі Габриэль таразбасын теңестірді. Есеп 1-1. Ал керек болса. Дәл осы минуттан бастап матч 0-ден басталды деген сөз. Өйткені дәл осы сәтте жеңімпаз жоқ. Иван Белимов әрине барынша құтқаруға тырысты, бірақ Габриэль ашық қалды ғой. Қараңызшы, әдемі ашылды. Нәтижесінде есеп 1-1. Ал 7,5 минуттың ішінде гол болмаса, онда контра. Алисінде жақсы мүмкіндік. Және Атырау командасы 42 секунд қалған кезде екінші голын салды. Алисын Тайлан Атырау командасын есепті алға шығарды, бірақ бізде әлі екінші тайм бар ғой. Жоната. Алыстан соққы, бұрыштама болам екен. Жоқ, бұрыштама жоқ қой деймін. Бұрыштама болады екен. Олег Кручинин қазір. Допты нүктеден ойынға қосады. Тайлан. Ортаға пас. Тайлан. Ой, автогол! Атырау командасы осылайша 3-ші голын салып кетті. Қандай өкінішті әрине. Ордабасы ойыншысы өз қақпасына гол өткізіп алды. Азиз Нағашыбайдың аяғына тиді ғой доп бұл жерде. Қазір көреміз. Алисын әрине белсенді болды. Алисын Тайлан Сантос Атыраудың ойыншысы. Иә, Азиз Нағашыбайдың аяғына тиді ме екен? Көрейікші қазір. Иә. Нағашыбайдың аяғына тиді доп. Сондықтан да бұл автогол. Және есеп 4-1 ғой. Иә, Олег Кручинин. Ардақтағы ағайын, матч аяқталды бұл жерде. Мәселе шешіліп қойды. Ордабас командасы жеңілді. Көріп отырсыздар енді. Есеп 4-1. Қалған қанша 2,5-3,5 минуттың ішінде Орда 3 гол соғат дегенге себебі өте қиын болады. Соғатын болса 40 минут уақыт болды. Әртай Өмірбаев өшірді гол. Қайы тектен сәтте Өмірбаев дайын тұрған екен. Қақпаға соқ жасауға